Математика сабағын бастаймыз. 58-ші сабақ. Ақиқат және жалған пікір. Бүгінгі сабақта ақиқат және жалған пікірлерді ажыратып үйренесің. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарайық. Пікірдің ақиқат немесе жалған екенін анықтап көрейік. Қарағай мәңгі жасыл өсімдік. Ақиқат. Қызғалдақ далалы жерде өспейді. Жалған. Сексеуіл шөл дала өсімдігі. Ақиқат. Еңлік гүл шөлде өспейді. Ақиқат. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Пікірлер ақиқат па? 25 пен 9 сандарының қосындысы 34-ке тең. Ақиқат. 48 пен 5 сандарының қосындысы 50-ден үлкен. Ақиқат. 80 саны 65 санынан артық емес. Жалған. 70 саны 65 санынан кем емес. Ақиқат. 100 бен 28 сандарының айырмасы 62-ге тең. Жалған. Емес сөзін қолданбай, ақиқат пікір құрастырып көрейік. Балалар, сендер құрастырған пікірлер сәйкес келе ме? Жарайсыңдар. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Ботаника бағына 24 бірінші сынып, олардан 18-і артық екінші сынып оқушылары келді. Ботаника бағына барлығы неше оқушы келді? Есептің шартын құрастырып көріңдер. Бірінші сынып 24, екінші сынып белгісіз, 18-і артық, және барлығы бізде белгісіз. Шешуі. Бірінші 24-ке 18-і қоссақ, екінші сынып оқушыларының саны келіп шығады. Екінші 24-ке 42-ні қосып, бірінші және екінші сынып оқушыларын табады екенбіз. Жауабы барлығы 66 оқушы. Үшінші есептің тапсырмасы. Ботаника бағындағы топ серуен 1 сағат 30 минутқа созылды. Оның 30 минуты жетекшінің әңгімесіне, 25 минуты гүлзарларды көруге, ал қалған уақыт бақ ішін аралауға кетті. Ботаника бағын аралауға қанша уақыт кетті? Балалар, есептің шартын төменде көріп тұрсыңдар, енді шешуін түсіндірейін. Бірінші жетекші әңгімесі мен гүлзарға кеткен уақытты қосып аламыз. 30 минутқа 25 минутты қоссақ, 55 минут. Келесі уақыт бізде 1 сағатта 60 минут бар екенін білеміз. Демек, 1 сағат 30 минутты минутқа айналдырсақ, 90 минут болады екен. 90 минуттан 55 минутты азайтсақ, 35 минут. Бақты аралауға 35 минут жұмсалған екен. Б тапсырмасы. Саябақта 16 адам серуендеп жүрді, содан соң тағы 9 қыз және 12 ұл келді. Саябақта барлығы неше адам серуендеп жүр? Шешуінде бірінші 9 қыз және 12 ұлдың санын тауып аламыз. Ол 21-ге тең. Енді 21-ге 16-ны қосамыз. 37. Демек, саябақта барлығы 37 адам серуендеп жүр. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Жоғарғы кесінді төменгі кесіндіден неше сантиметрге ұзын? Төменгі кесінді жоғарғы кесіндіден неше сантиметрге қысқа? А тапсырмасы. Ұзын кесінді 13 сантиметр, төменгі кесінді 6 сантиметр. 13-тен 6-ны азайтсақ 7. Демек, жоғарғы кесінді төменгі кесіндіден 7 сантиметр ұзын. Немесе төменгі кесінді жоғарғы кесіндіден 7 сантиметр қысқа екен. Келесі тапсырмасында да дәл солай орындалады. 14-тен 8 азайтамыз, ол тең 6 сантиметрге. Жоғарғы кесіндідегі 14 сантиметрден 8 сантиметр 6 сантиметрге ұзын екен. Немесе 8 сантиметр 14 сантиметрден 6 сантиметрге қысқа екен. Бесінші тапсырмаға назар аударайық. Карточкаларда бейнеленген сандарды 3 жиынға бөл. Бұл жерде бір таңбалы сандар 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 сандары бар. Екі таңбалы сандар 14, 12, 35, 33,
39 және 78 сандары бар екен. Үш таңбалы сандар 200, 300, 400, 500 және 100 сандары бар екен. Енді балалар, өздеріңіз үш жиынға бөліп көріңдер.